Ақтөбеде теннистен ерлер арасында Ақтөбе Futures турнирі басталды. Жүлде қоры $10 000 болатын жарыста Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Словакия, Грузия, Италия, Эстония, Беларусь және Қырғыз елінің ойыншылары бақ сынауда. Турнирге Қазақстан атынан Евгений Королев, Денис Евсеев, Сағадат Аяп, Тимур Хабибуллин, Қайсар Бекімов, Қуатбек Абиев және Роман Хасанов қатысып жатыр. Ең жас қатысушы Ақтөбе теннис орталығының тәрбиеленушісі 16 жасар Константин Баранов. Іріктеу ойындарында ол Ресей спортшысына жіберіп алды. Жеке есепте екінші айналымға Евгений Королев, Денис Евсеев және Қайсар Бекімов өтті. Бекімов бүгін ойында Словакия ойыншысы Марека Семяннан ұтылды. Ал Денис Евсеев ресейлік Карен Качановтан үш ойында 6-0, 3-6 және 4-6 есебімен басым түсті. Қазақстан құрамасының ойыншысы Евгений Королев, Өзбекстан ойыншысы Санжар Файзиевті 6-2, 6-4 есебімен ұтты. Дайындығым жақсы, ұталам деп ойлаймын. Үш апта болады жарыс. Осы үш апта өзімнің мүмкіндігімді көрсетемін. Қойылған мақсатым бар. Жақсы ойнаймын деп ойлаймын. Біздің Қазақстан балалары да бар, фаворит болып саналатын. Енді бәріміз күшімізді салып, осы үйде өтіп жатқан жарысты ұтқымыз келеді.